Жылдам дамыған ақпарат кеңістігінде діни ақпаратты қайдан аламыз? Дұрыс пен бұрыс дерек көздерді қалай аңғарамыз? Сезім мен жылатып айтқан жалған уағызшылардың кейбір сезімтал әсерлі сөздеріне ма? Арнайы, айғақты, дәлелді, ғылыми негіздегі кітаптарға, мекемелердегі, ғимараттардағы, оқу орындардағы айтылған орынды уағыз дәрістерге ме? Әлбетте, бүгінгі желінің ағысына қарай жылатып әсерлі сөйлеген сөз қаралым көбейгендігіне қарап, мынаны көп адам қарапты ғой, миллион адам просмотрдан өткізіпті ғой деп, сол нәрселерге көбірек сеніп жатамыз. Сол нәрселердегі берілген сұраққа жауапты шынайы пәтуа, шынайы діннің ақпараты деп жатамыз. Әсілінде олай емес. Шынайы дін негізгі бұлтартпас дәлелдерге, айғақтарға сүйенген, ойланбай жауап берген кейбір жеңіл әңгімелерге емес, қандай да бір діни ақпаратты негізгі дерек көздерінен алғанымыз дұрыс. Шариғи тұрғыдағы сұрақтарға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Фатуа KZ арнайы порталы жұмыс жасайды. Сол жерлерге тікелей қойып, дұрыс ақпарат дерек көздеріне көз жеткізгеніміз абзал.